Пайғамбарымыз айтты дейді бір күні мешітке. Қазір мешітке тірі жүрген жәннати адамды көресіңдер ма? Сол кіріп келеді деді дейді. Көрейік о кісіні, кім екен дедік. Бір кісі кірді. Намазға кіргендей дәрет алған, үстінен су тамып тұр сақалдарынан. Ассаламу алейкум деп амандасып кірді. Сол қолында аяқ киімі бар. Оң қол емес, байқадыңыз ба қандай әдеп? Сол қолында аяқ киімі бар. Кіріп келіп, үндемей қатарға отырды. Бір сахаба барып ол кісінің үйіне сылтау айтып 2-3 күн бірге жатып түнеді. Көрді, қандай амал жасайды екен, қандай кісі екен. Қарапайым, қатардағы мұсылман. Түнімен тұрып намаз оқымайды, жоқ. Құптанды оқиды. Таң намазына бірақ тұрады. Бұл қарапайым. Күндіз ораза шығар, жоқ. Күндіз тамақ ішіп жүр. Мүмкін Құран оқитын шығар, жүрген жерінде тұрған. Қари емес, Құран жаттамаған көп. Кішкентай ғана 3-4 сүре біледі. Ендігім сонда ол. Намазы қарапайым, оразасы ондай емес, Құраны ондай емес. Қандай адам? Ақыры шыдай алмай сұрайды. Сіз пайғамбар мақтайтын не тірлік істедіңіз сонша дейді. Білмеймін. Пайғамбарымыз бірақ бір айтқан сөзі бар, ей пәленше, сенің маған бір ісің ұнайды. Кешке жатарда, я Аллахым, бүкіл барлық мұсылмандардың барлығын кешірдім деп жатасың дейді. Таза жүрекпен жатады да. Жүрегі тап-таза. Ұйқысы да тыныш болады сол үшін. Қорылдап тұрып, қанып ұйықтайды.